Вот этот бы еще ждать. Әрбір айтылған жалған ақиқат алдындағы қарызға келіп соғады. Ерте ме, кеш пе сол қарыз өтелмекші. HBO-ның Чернобыль атты драмалық мини-сериалы қалай өтіріктің жойқын апатқа әкелетіндігі мен біздің шын өмір жайлы тарихты жазу әдісіміздің зиянды болуы туралы баяндайды. Алайда, бұл шын оқиға драматизациясын құру кезінде ирониялық сынақ тудырды. Себебі драмалық шығарма өзінің табиғаты бойынша шын оқиғаның ықшамдалуын және түрленуін талап етеді. Ендеше, осы секілді әңгімені қалай екі жүзді емес жолмен баяндауға болады? Туындының екі жүзді болып шықпауы автордың визуалды бөлшектерге мән беруіне байланысты. Заттың шынында қалай болғанын көрсететін кішкене бөлімдері кейде маңызды емес болып көрінеді. Алайда, аталмыш туындының осы детальдары тура кескіндеуге деген ынтасы зор, және бұл маңызды деп ойлаймын. Жұмыс аймағының жағдайына байланысты әрқайсысында 90 секундтан артық уақыт болмайды. Қиыны 40-50 килограмм шығатын блоктар. Олардың барлығын шет-шетке лақтырып тастау керек. Есік ашылғаннан жолдастарыңның тез қозғалуын қадағалаңдар. Содан кейін солға бұрылып және жұмыс орталығына осы жерден кіретін боламыз. Жолда сүрініп қалмаңдар. Мен сипаттаған миссияны түсіндіңдер ме? Я, жолдас генерал. Мынау өмірлеріңнің маңызды 90 секунды. Салыстыру мақсатында көрсетіп жатқан деректі фильм кадрлары, киімдер, ғимараттар және басқа заттар үшін сілтеме ретінде жиі қолданылды. Осы оқиға жайлы бір нәрсе өзгерген болса, ол заттарды уақыт кестесінде бұрмалау, немесе ақпаратты, немесе кейіпкерлерді оқиғаны тек 5 эпизодта толық баяндауға болатындай етіп қойылғандығы. Ең бастысы, жоғарыда жүргенде сынықтарды рельс үстіне лақтырыңдар, бірақ рельске қараушы болмаңдар. Бұл түсінікті ме? Өте жақсы. Менің белгім бойынша дайындал, баста. Бұл туынды мен деректі фильмді қатар көре отырып, туындының оқиғаны баяндау тәсілі қаншалықты тиімді екенін көруге болады. Оқиғаны одан да әсерлі етіп сездіруге, көрсетуге болатын соншама мүмкіндіктер болды. Алайда бұл қажет болмады және менің ойымша ол өз нәтижесін берді. Мына рельстердегі секілді визуалды детальдардың болуының маңыздылығы туындының әрбір сәті сол жерде болған кісілердің тәжірибелеріне сәйкес келуінде. Тіпті кейбір сәттер туынды үшін уақыт немесе контекст ішінде бұрмаланса да. Қаладағы Чернобыль атом станциясындағы атом реакторларының біреуі, мен бұны өз басынан өткізген адамдарға маңызы зор болатын оқиғаны баяндап жатқанымды үнемі білетінмін. Бүгінде тірі қалған адамдар бар. Чернобыль салдарынан өмірлері қысқарған. Чернобыль салдарынан жақындарынан айырылған мыңдаған, 10 мыңдаған адамдар бар. Чернобыль оқиғасы кесірінен қалқанша безінен айырылғандар да бар. Мен үшін бұл оқиғаны өзгертулерсіз айту өте маңызды болды. Біздің продюсер-дизайнер Люк Холл, костюмер-дизайнеріміз Одил Диксмирамен өте тығыз жұмыс жасады. Біз жай ғана заттарды өз күйінде көрсетуге құмар болдық. Деректі драмалардың көпшілігі қандай оқиғалар мен кейіпкерлердің өзгергенін анықтауды көрерменнің өзіне қалдырады. HBO-ның Чернобыльдағы қызықты сілтемелері сізге осы нәрселерді білуге құралдары ұсынады. Мына подкаст нені және неге өзгертілгенін қамтиды. Мұны істеудің көптеген керемет себептері болды. Олардың ішіндегі мен үшін ең маңызды болғаны, біздің жасап жатқанымыздың қайсысы тарихқа сәйкес келеді. Қайсысы кішкене бұрмаланған, қайсысы өте қатты өзгеріске түскені жайлы тіке айту мүмкіндігі.
бұл туынды авторларының шынайы оқиғалар, метапікірталас пен туындылар көру тәжірибесінің тарих үшін маңызды екенін мойындауы. Ашық болу және осы нәрселер туралы айту, әсіресе шындықты экран туындысында бейімдеу процесі мақтауға тұрарлық. Чернобыль осы жанрдағы фильмдер және басқа туындыларға керемет жаңа стандарт қойған секілді. Нағыз қауіп ол біз өтірікті жеткілікті түрде тыңдаймыз. Содан соң шындықты мүлдем танымайтын күйге жетеміз. Сол кезде не істемекпіз? Ақиқатқа деген үміттен бас тартып, өз санамызды ертегілермен қоректендіруден басқа не қалады? IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.